Тауда таң атқанша түнеген қош жұптар. Бүгінгі бір болайық эфирі күтпеген жайттарға толы болды. Камила ханым ашуға булығып Жансаяны студияға шақырды. Камила ханым бір болайық редакциясына келген шұғыл ақпаратты Жансаяға көрсетті. Бүгін Шалқар мен Жансаяны демалатын жерден көрдік. Екеуі әлі бірге ма не? Неге кино көрсетіп жүрсіздер? Мұны көрген көрермендерде қатысушыларда жағасын ұстады. Жансая көзіне жас алып, «Иә, Камила ханым, Шалқар бәрін ұмытып менің жанымда бір күн болшы» деп тауға шақырды. «Мен тауға барып, оның жанында бір күн болдым», деді Жансая. Мұны естіген қатысушылар үнсіз қалды. Жанел Жансаяға ол қандай жер екенін нақты айтсаңыз. Ол орындық па, үй ме, бір түндік орын ба, дәл айтшы деді. Зона отдыха. Қонатын үй 2 адамға арналған. Шалқардың сторисін ешқайсыңыз көрмедіңдер ма не? Неге мен айтып отырмын? Иә, демалатын орын кәдімгідей 2 адамға арналған. Ондай жерлерге мен ойлайтынмын, көбінесе үйленген жігіт пен қыз барып демалатын орын, семейный сияқты, деді Димаш ашуға булығып. Шұғыла Димаштың айтқанын мақұлдады. Сторисқа салды: «Сенің абыройыңды ойламады. Кішкене адам деген ойлау керек қой, болашақ күйеуің көріп отқан шығар сенің. Шалқар сенің күйеуің емес шығар, есіңді жинашы кішкене. Ішім ашып отыр саған қарап», деді көзіне жас алып Шұғыла. «Камила ханым, Димаштың айтып жатқаны рас па? Не иә демейсің, не жоқ демейсің? Не растамайсың, не жоққа шығармайсың? Көрдік бізде ол үйді». Шалқардың сторисінде ашық түрде жариялап салып қойған. Бөлме, жуынатын жер, төсегі бар. Кәдімгідей табиғаты керемет үй. Енді жатын орыннан басқа ештеңе жоқ оның ішінде. Өздерің жариялап қойған нәрсені сұрап отырмыз. «Не айтасың бұл жайлы?» деді Камила ханым Жансаяға. Жансая жылап жіберді. «Не сөйлестіңдер, жалпы қаншаға дейін болдың сен ол жерде?» деді Камила ханым. Жансая Шалқармен таңға дейін болдық деп жасырмай жайып салды. «Не сөйлестіңдер таңға дейін?» «Таңға дейін біраз жоспар құрып тастауға болады ғой». «Қандай жоспар құрдыңдар?» деп ашуға булықты Камила ханым. Жансая: «Ешқандайда жоспар құрғанымыз жоқ, Камила ханым», деді. Жансая тағы да тоқтаусыз жылады. Аяқ асты тікелей эфирге Шалқар кіріп келді. «Камила ханым, Шалқарға неге келдің? Жансаяға не айтқың келеді?» деді. Бірақ Шалқар ештеңе айтқан жоқ. «Сонда тағы неге келдің? Жансаяны 3-ші рет тастап кетуге келдің бе?» деді. Шалқар: «Жансаямен ештеңе өзгерген жоқ. Қыз баланың болашағын ойлайық», деді Шалқар. «Жансаяны тауға шақырғанымды мойындаймын. Қоштасу үшін тауға шығып түнеп шықтық», деді Шалқар. «Дүние күйіп кетсе де, Жансая менің жарым болады деп айта алмаймын», деді Шалқар. Оны естіген Жансая жылап жіберді. Шалқар тағы да: «Камила ханым, бұл ара қатынастың ешқандай болашағы жоқ. Оған менде ешқандай, түптегінде ешқандай алдағы уақытта болатын ештеңкесі жоқ, Камила ханым. Мен оны білемін». Жансая көзіне жас алып: «Ештеңе айта алмай тұрмын, Камила ханым», деп жылады. Жансая ашуға булыққан Шалқар Жансаяға: «Атылмаш сен маған», деп Жансаяға қатты айғайлады. Естеріңізге сала кетейік, Шалқар Жансаядан бас тартқан болатын. Олардың ата-анасы эфир сыртында сөйлесіп, Шалқардың анасы Жансаяның анасына және 2 әпкесіне ауыр сөздер айтты. Жансаяның туыстары Шалқардың анасына тіпті қарсы да сөйлей алған жоқ. Ал Шалқар 2 ата-ананың көзінше: «Мен Жансаядан бас тартамын, енді бірге болмаймыз», деді. Осы дау тудырған оқиғада бүкіл бір болайық редакциясымен Шах мырза және Камила ханым Жансаяның тарапында болып, оны барынша қолдауға тырысты. Ал Шалқарды жобадан қуған болатын.